Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, жұмсақ вендік вафлидің рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа 3 жұмыртқа, 75 не болмаса 130 граммдай қант қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Ары қарай 125 грамм ерітілген сары май, 250 грамм сүт, 50 грамм картоп крахмалын, 10 грамм қопсытқыш қосып араластырып аламыз. Екі 200 грамм ұн қосып, түйіршіктерін қалдырмай жақсылап араластырамыз. Алдын ала вафельницаны қыздырып алып, массаны вафельницаға құйып, шамамен 5-6 минуттай қызарғанша пісіреміз. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, қалауларыңыз бойынша әсемдеп, таңғы асқа берсеңіздер болады. Өте жұмсақ, дәмді әрі тойымды вендік вафлиіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.